Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен осындай дәмді мини пиццалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін осы видеома лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мини әрі дәмді пицца дайындау үшін алдымен апара қоямыз. 1 шай қасық қантқа жылы сүтімізді құйып, оның үстіне құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, 10-15 минут жылы жерге қоямыз. Біздің апарамыз үлпілдек болып 2 есе үлкеюі қажет. Пиццаның тестасын дайындау үшін бізге 2 жұмыртқа, алдын ала ертілген сары май, тұз, қант, електен өткізілген ұн және жылы сүт қажет болады. Құрғақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оған алдын ала ертілген сары майымызды қосып, араластырып, тұз бен қант қосамыз. Жылы сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Қыздар, сүт міндетті түрде жылы болуы қажет, ыстық емес. Енді апараны қосып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, ұнды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бастысы барлық ұнды бір мезгілде қоспау және мөлшерден тыс ұн пайдаланбау. Лопаткамен осылай араластырып, соңынан қолымызбен илейміз. Теста қолға жабысқыш болады, соңынан сұйық маймен бетін бір басып, жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Сонда сізде жұмсақ пиццаның тестасы дайын болады. 1 сағаттың ішінде тестамыз 2 есе үлкейіп, жұмсақ болды. Мини пиццалар үшін осындай бөлшектерге бөліп алып, бетін жауып, 10 минутқа расстойкаға қойып аламыз. 10 минут өткеннен кейін противенге бөлшектерімізді салып, саусақтарымызбен басып, тестаға дөңгелек пішім беріп шығамыз. Мен пиццаның салмасына колбаса мен сырды пайдаландым. Колбасаны ұсақтап, көбектеп турап алдым. Ал сыр менде арнайы пиццаға арналған 42%, оны үткіштен өткізіп, ұсақтап аламыз. Енді пиццаға соус дайындаймыз. 2 ас қасық кетчуп пен майонезді араластырып, бетіне жағып шығамыз. Одан соң бетіне сырды сеуіп шығып, колбаса саламыз, қайталап сырды сеуіп шығамыз. Бұл менің қалауым бойынша жасалған салма, ал сіздер өз қалауыңыз бойынша қиярмен, қызанақпен немесе саңырауқұлақпен салма салсаңыздар болады. Дайын болған мини пиццаларымызды 190 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Сонымен достар, бізде осындай жұмсақ, дәмді мини пиццаларымыз дайын болды. Құрамы оңай, үй жағдайында дайындалуы тез, сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерде де сөзсіз дәмді болып шығады. Және ылғи осы рецептпен жасайтын боласыздар. Егер де рецепт ұнаса, маған лүпіл басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, алда шығатын 3 ингредиенттен тұратын, шайға оңай дайындалатын печеньенің рецептісін жіберіп алмаңыздар.